Осы малға қатысты көзқарастар әртүрлі. Біреу керек дейді, біреу керек емес дейді. Біреу мал жүрген жерде ақша жүргенде шайтан жүреді дейді. Біреу айтады, құрсын бүйтіп байлығы, онда кедей болып жүргенім жақсы дейді. Ал қазақ қайтып ойлайды дегенде, қазақ не дейді? Малым жаным садағасы дейді. Жаным арым садағасы. Яғни адам малды не үшін жинау керек? Жан үшін. Жан үшін. Неге? Өйткені мал болмаса, жаның да аман болмайтын қазақ білген. Яғни мал біздің жанымызда үш нәрсені сақтайды екен. Бірінші, ыстықтан, суықтан, аштықтан сақтайды. Екінші, жанның азығы ұждан дейді, шәкәрім айтады. Ұят. Ұждан, совесть. Сол малың болмаса, ұжданыңнан айырыласың. Ең бастысы мал не үшін керек? Құдайдың берген жанының қасиетін ашу үшін керек екен. Яғни біреуге көмектесу үшін, салих амал жасау үшін, жақсылық жасау үшін керек екен.